парызу міндет oldu. Осылай мұсылмандық басталады. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сақтаған дәстүрімен салдым елім, ұрпақпен мың жасаған халқым менің. Қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Ақпан ауылының қуанышы, Бөкейжановтар әулеті, дүбірлі той анамызға, алпысжаз қорыншы анамызға, балдарымызға сүндет той, ата-анаға міндет той деп жатырмыз. Қалайша барлығы да құтты болсын, оң болсын. Қуанышты бөлісіп келген барлық той қонақтарына, сыйлы орындарына жайғасуды сұрайық. Ауыл күндері бастап, құда жекжатымыз қоштап, барлықтарыңызға той төріне шақырайық. Сыртта жүргендер болса, хабарлап өтейік. Бірінші столға, сол қанатта, бірінші, екінші номерлік дастарханға ауылымыздың үлкендері, яғни Ақпан ауылының көшін бастаған Асқартауда әкелерімізбен Ақжаулықты аналарымыз болса, бірінші, екінші номерлік дастарханға жайғасайық. Келіңіздер. Ақпан ауылының үлкендері, кәрі нағашы, бала нағашы, өз нағашы деп бөлінбейміз. Мен нағашымын дегендер болса, бажа балдыздары болса, 3, 4, 5-ке жайғасайық. Барлық нағашылар мен бажа балдыздары 3, 4, 5-ке. Ауылымыздың үлкендері бірінші, екінші столға жайғасайық. Ақпан ауылының үлкендері. Апа жезде қыз кию, қыздан туған жиен бөлелер болса, номері 6-шы, 7-ші столға жайғасайық. Апа жезде қыз кию, қыздан туған жиен бөлелер болса, 6 мен 7-ге жайғасайық. 8-ге әдеген туысқандар, 9-ға 10 қанатты төрдегі стол. Қыз берісі қыз алысқан құда-құдабайлар мен көршілер 9-ға жайғасайық.
10-шы, номер 10-шы столға Қази бауырымыздың ұжымдастары, коллектив. Қазидің ұжымдастары өнер ұжымы. 11-ге ЖКП 1 емхана ұжымы. 13, 14, 15, 16-ға туысқандар барлық ағайындар жайғасайын. 13, 14, 15, 16 ауылдасы бар, әкеміздің иманды болсын, құрдас достары бар, барлық туысқандары бар. 13, 14, 15, 16-ға және де 8 столға жайғасайын, туысқандар. Құдағай 6, көрші 6. 6 деппін ғой, 9 айып еттіңіз, 9-ға. Қази мен Шынарайдың құрдастары, достары, класстастары, группаластары болса 12, номер 12-ші столға жайғасайын. Қыздар, апа-жезде қыз күйеу, қыздан туған жиен бөлігі 6 мен 7-гі. Қази мен Шынарайдың құрдастары, достары 12-ге жайғасыңыздар. 11-ге ЖКП емханасы 11-ге. Ауылдас, дос, құрдас, ауылдас туысқан барлығы 13-тен әрғана жайғаса беріңіз. 13, 14, 15, 16-ға. Ауылдас, туысқан, әне келін жайғасыңыздар. Қайталап өтейін ағайындар. Ақпан ауылының көшін бастаған Асқартау әкелеріміз бен Ақжолдықта аналарымыз 1-ші, 2-ші столға жайғасайын. Барлық нағашылар мен бажа балдыздары 3, 4, 5-ші столға жайғасайын. Барлық апа-жезде қыз күйеу, қыздан туған жиен бөлелеріміз 6 мен 7-ге жайғасайын. Құдағайлар мен көршілер 9-ға жайғасайын. Қазидің ұжымдастары 10-ға жайғасайын. Қазидің Шынарайдың құрдас достары 11-ге жайғасайын. ЖКП 1 емхана ұжымдастары 12-ге жайғасыңыздар. 13, 14, 15, 16-ға және де семей қалған жандар болса 8 бостай жерде барлық туысқандар және де ауылдастар жайғасайын. Ақылмен баға берген тым артық маған елде, әкешім ізіндегі ұлыңмын саған мерген. Сен жүрек тұлпар болсаң, құлыңмын саған ерген. Әлім жырым дейтін сені жақсы көрем әке. Айым күнім дейтін жаным, ұлым дейтін сені жақсы көрем ана. Бәрекелді, қайырлы кеш, қымбатты қадірменді бүгінгі кеш қонақтары. Барлықтарыңызға бүгінгі тойыншы үсті болсын, әрбір сыйлы қонаққа шаңырақтарыңызда той болсын. Бүгін Ақпан ауылында дүбірлі той, Бөкежановтар өлеті, иманды болсын, Өсербай әкемізде бір аулап жатқан болар, сол кісінің жан-жары, яғни Ақжаулықта анамыз, орынша анамызға 60 жас мерейтойы құтты болсын дегендер бір шапалақ ұрайын. Тамаша, және де сонымен қоса
бала келіндері Қази мен Шынарай болса, осылардан тараған сүндет той, ата-анаға міндет той деп Хазірет Али атты, Мұстафа атты ұлдарына сүндет той жасап жатыр. Барлығы да құтты болсын, кішкентайларымыздың жасы ұзақ болсын, ғұмырлы болсын. Келіп отқан нағашыларына да жиендердің тойы құтты болсын деп бір қошемет ұрайық. Рахмет. Ал ендеше алысқа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, керемет тойымызды бастағалы жатырмыз. Ендеше бір сәтке қасық белгімізді орнымыздан қойып алдымызға, орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, есікке басымызды бұрып, бүгінгі той иелерінің Бөкейжан әулеті орынша анамыз бастаған балагерлермен қоса отбасы мен Саялап ансамблінің мың бұралған бейшілерімен бірге қарсы алайық ағайындар. Ата-анаңның атынан ізгі тілек жолдадым, құтты болсын құлының үлкен жігіт болғаның. Көрінісі бұл ғажап мұсылмандық салтының, арыстандай жүректі баласы бол халқыңның, арыстандай жүректі баласы бол халқыңның. Бүгін шаттық, бүгін той, өтіп жатыр сүндет той, құтты болсын халайық мұсылманға міндет той. Бүгін шаттық, бүгін той, өтіп жатыр сүндет той, құтты болсын халайық мұсылманға міндет той, мұсылманға міндет той. Бабаң секілді айбыны бол алаштың, бір сен үшін ұйқысын төрт бөлетін күн өтін, ата-анаңның әрдайым ақтап жүрші үмітін, ата-анаңның әрдайым ақтап жүрші үмітін. Бүгін шаттық, бүгін той, өтіп жатыр сүндет той, құтты болсын халайық мұсылманға міндет той. Бүгін шаттық, бүгін той, өтіп жатыр сүндет той, құтты болсын халайық мұсылманға міндет той, мұсылманға міндет той. Бүгін шаттық, бүгін той, өтіп жатыр сүндет той, құтты болсын халайық мұсылманға міндет той. Бүгін шаттық, бүгін той, өтіп жатыр сүндет той, құтты болсын халайық мұсылманға міндет той, құтты болсын халайық мұсылманға міндет той. Анамыз қайда? Келіңіз. Орынша анамызға бір туғыл шапада ұрып қойыңызшы. Бүгінгі жасыңыз құтты болсын. Осындай тойға, осындай жасқа жеткен де бар, жетпеген де бар ағайындар. Бір қошемет ұрып қойыңызшы анамызға. Бәрекелді. Туған күніңіз құтты болсын. Мынау кішкентайларыңыздың сүндет тойы барлығы да құтты болсын. Мынау Қази деген ағамыз әрине өнердегі ағамыз баяғыдан келе жатқан, өзі талай асабаны, талай әншіні алға салып, талай экраннан, теледидардан көрсеткен жігіт, сондықтан да өзінің өнерінде жүрген, өнер арасында жүрген өскенін көрсетіп, керемет өзінің әнімен ортаға кіріп жатқан тойдың иесіне Қази мен Шынарайға да той құтты болсын дегендер бір шапалақ ұрыңдар. Ал ендеше алдарыңызда арнайы мың бұралып әдемі киімдермен қарсы алған
Саяла би ансамблі. Рахмет, сіздерге қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Би қазір емес. Bir шетке тұра бермейді. Келіңіз, сәл жақында кішіттеріңіз бері қарай. Тойдың иесіне деген бір қошемет бар ма ағайындар? Қази, бері қарай кел. Мынау, әрине, иманды болсын, өлі жеммей тірі байымас дейді. Жатқан жері жайлы болсын, Өсербай әкемізде бір аунап жатқан болар. Сол кісінің жан-жары алдымызда тұрған, аяулыда ардақты анамыз, бүгін 60 жасы деп осындай бала келіндері, ұл қыздары барлығы бірдей, анамыздың туған күні, баламыздың сүндет тойы деп, ел халықтың басын қосып бір жерге, 600-дің басын құрамаса да, 6 рудың басын құрап, дамадай дастархан жайып, баладай пейілдерін тантып жатқан, мал баланың шашуы деп, сандықта барын шашып, нарын шашып жатқан, бүгінгі Бөкейжановтар әулетіне қуаныштарың құтты болсын деп тағы да бір шапалағыңызды деймін. Рахмет. Рұқсат болса, жаңа айтып жатырмын ғой. Өлі жеммей тірі байымас дейді. Ол кісі де бір аунап жатқан болар. Сол әкемізді, әкеміздің әкелерін, мынау жер бетіне жеткен, бізден дәметіп отқан барлық өлі аруақтарға, бір үнсіздік жариялап, еске алып жіберсек деймін, рұқсат болса. Барлығымыз ағайын, бір үнсіздік жариялап, жатқан жерің жайлы болсын, топырағың торқа болсын, иманды болсын, сол әкеміздің көрмеген, аталарымыздың көрмеген қызықтарын осы алдымыздағы анамыз бен бала келіндері көрсін деп. Ал, тыныштық сақтайық. Әке, қарашы, бәрінің әкесі бар. Сіз сыймаған өмірдің кеудесі тар. Әке, бүгін балаңның баласы бар. Атасы жоқ, немерене дүние тар. Анашымның жүректе жарасы бар. Сыңары жоқ аққудың айдыны тар. Ол қызың жүр кеудеде зар мұңы бар. Сенсіз алған әр демнің тынысы тар. Сізге арналған кеудемде жырларым бар. Үш құса боп өткізген фәни де тар. Сенсіз өсіп жатырған отбасың бар. Сенсіз әке бірақ та шаңырақтар.
Ақылмен баға берген тым артық маған елден. Әкешім ізіңдегі ұлыңмын саған ерген. Сен жүрек тұлпар болсаң, құлыңмын саған ерген. Құрметті тойшы қауым, аға жеңгелерім, қарындастар, келіндерім, құда жеңгелер, ағасы, сенің әнелерім, балалар, бәріңізге келгендеріңізге рахмет. Бізге бірге бөліскендеріңізге рахмет. Сау келген қадамдар бәріңізге құтты болсын. Бәріңізде асылдан ашық болсын, заманда күш болсын, жол деген кем болсын, жатақхананың мол болсын. Көргендерің барлығы той береке болсын, олқы сүйелері мол болсын. Келдер бәріңізге өмірлер болшақты болсын, балалар болшақты болсын, бәріне айтар болсын мол. Бәріңізге осы Алланың шамалы болсын. Бәрекелді. Иманды болсын, жатқан жер жайлы болсын. Әкем асқар тау, ана бұлақ, бала шаға жан-жарында құрақ дейді. Әкем өмірден өтсе де қазақ айтпай ма? Адам баласы ұрпағымен мың жасар дейді. Аллаға мың шүкір, ізінде қалған, өзің көрген, көзің көрген, бауырлары бар, туыстары бар, сонымен қоса ізінде қалған тұяқтары бар. Қасиятты ұлдары мен балалары, немелері бар. Аллаға сансыз шүкір. Ал енді иманды болсын, рахмет музыка. Ендеше сол әкеміздің өмірден өткен аталарымызға, өлер уақыттарға бізден дәметкенге, осы жамағаттан, әулеттен дәметкенге бір аят оқып жіберейік деймін. Сол дұрыс болатын шығар деп ойлаймын, бе? Рахмет. Әмин ата қабыл болсын бата. Қуана білмегенге құт қонбайды дейді, бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді. Бүгінгі Ақпан ауылының Бөкеншанттар әулетінің қуанышын бөлісіп білгендер, барлығымыз бірге той құтты болсын деп бір қошемет ұрып қояйық. Алайша емін-еркін орындарымызға жайғасып алғанша, алдарыңызда тоймастар бейімен тойымызды ашып алайық. Мың бұрылған бейшілер әрине саяла бияқызан бірі. Маэстро музыка.
тамаша. Sayılabi ансамблі қошеметтеріңіз. Ал енді құрметті той қонақтары, барлықтарыңызға алдарыңызға жайылған 90 түрлі тағам бар, қысылмай саспай алып отырай. Тойға келгесін әрине кішкене асқазанға ел қонбай, ел сөйлемей бүгінгі қуанышымызда бастап беретін ауылымыздың үлкендері бар, Ақпанай ауылының үлкендері. Қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, тереңіне той жайында толғаса, біреу үшін мансап емес олмаса, қай ауылда болар еді, қасиет қазыналы қариялар болмаса дейді. Ендеше ауылымыздың үлкендері, Асқартау әкелерімізбен ақ жаулықты, алтын құрсақты аналарымыз болса, келіңіздер. Бірінші, екінші стол. Үлкендер. Үлкендерім өз алда бір төбе, бұл кісілерге қызмет етсең мәртебе, бәрекелді балам десе болғана, басыңа бақыт түсіп келіп қонғаны дейді. Ал енді ауыл үлкендері, Асқартау әкелеріміз, Ақжаулықты аналарымыз. Қош келдіңіздер, бүгінгі той құтты болсын, шаңырақтарыңызға той болсын. Кім болсын? Ассалаумағалейкум тойшыларым. Мына орыншаның 60-жылдық мерейтойы болсын. Жасына жақсы болсын, бүгін жасы жақсы болсын. Мына немерелеріміздің де жастары жоқ болсын. Мұсылмандық қадамдар болсын. Тойлар тойға бассын, тек келсек болса, жақсылықта тойға келейін. Рахмет. Кішкен сөз 8 бөлім. Ассалаумағалейкум. Қойшыларым. Келін, мына біріншіден 60-қа тарап атсың, 60 жасы құтты болсын. 11 жасы олақ болсын. Сонымен бірге мына немерелік сүндет жасап атсың. Сүндет тойында оң болсын, құтты болсын. Соның школға барған тойында, соның үйренген тойында осындай қызын көріп жүремін. Мадам. Рахмет. Келесі. Ай, тұрсалай, сен көңілдай. Егін аршысы. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Келін 60 жасыңыз құтты болсын. Жастан кете беріңіз. Сізге тұратын балаңыз құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Сіздерге тек қуаныш сыйлайтын бала болсын. Тойларыңызға болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум тойшыларым. Орынша қази. Мерей жасы 60 құтты болсын. 10 жасы ұзақ болсын. Келінлер сүрімді. Менің көздерімі. Менің сүндеттері құтты болсын. Үйген жүгет болсын. Мектепті дипломға тойларды. Үйленген тойларды. Зина келген тойға жайдырсын. Бәріне жұмысты болсын. Рахмет. Ай, тұрсалай кәкішкене.
мерейтойың құтты болсын, денсаулық болсын, осындай ауыр мақсатпен жанымызға жүре берсін. Немерелеріңіз құтты болсын. Бұл шаңыраққа келсек, сіздің шаңырақта той болсын, әрдайым осы тойдан айырылмайсың. Қиындықтары той болды. Мен сол той болсын. Рахмет. Ал құрметті тойшы қауым, ағайын тұрма, құда жекжат, құрметті жеңгеміз, Ғази, ойларын той боласын. Өсіріп жатқан қыздарын қызығын көріңіздер. Үлкен жігіт болсын. Оларды қызықтарын қыстап ойларына келе берейік. Аман жеміз, ойымыз той боласын. Рахмет. Болды ма? Жеңгелеріміз, аналарымыз. Құрметті тойшыға қош келдіңдер. Орынша бүгінгі 60 мерейтойы құтты болсын, денің сау болып, өмірдің жат болсын, Алланың берген жасылығымен жасап, 70, 80, 90 кейбір соның куәсі болып жүре берейік. Қағи қалбон болсын, мына балдардың сүндет тойы құтты болсын. Балдарды жастан жасқа жете берсін, үлкен азамат болсын. Дені сау болып, жақсы азамат болып жетсе берсін, ертең болса барлық тойларында да соның куәсі болып келіп жүре береді. Осы тойшы қауым баршамызға жұғысты болсын, той боласын, қуасын жағынан болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Қазір бүгінгі анаңа мерейтойын бері басын, оң басын, құтты болсын. Әкенің көргеніңіздің аман көріп, сіздің қуансыңызға қуанып жүре берсін. Мына үстінде тұрған балаларына құтты болсын, үлкен азаматтар болсын, елге сыйлы, елге қалаулы, елге қызметке жарайтын жас азаматтар болсын. Осы анаңа етіп жатқан құрметің өзі ұрпақтан балдарынан қайтсын. Осыны отырған бәріңізге де тойшыға бәріне жақсылық той тілейік. Той-тойында сәлесін. Рахмет. Тойға құтты болсын, өмір жасын. Жас тойын құтты болсын. Нази айнағана, мама қылған мұны құтты болсын. Жасына жас болсын, істерін қызықтап жүре берсін. Қайнағын көрген қызығын айнадайын сен көрді. Үшілі той баламызын тойын құтты болсын. Тойын той боласын. Рахмет. Тосылам десе қинаман. Қинам өсірген білдің еш шықпайды дейді. Кім барқа? Өзіңіз айтырса, айтырсыз. Болды ма? Қай шығаратын айтсын. Айтыңыз. Құрметті тойшы қауым, қош келдіңдер. Уақыттарын көріп келіп отқандарға көргендерің той болсын. Ал енді қазір баламызға маманың туғанын құтты болсын, өмірі сақ болсын. Ата-аналарыңыздың алдына сол ретте сен де ертең балдарың өсіп сыйлап қызметтесін. Бапаның көрмеген қызығын сен көріп маман болсын. Онынша қайның көрмеген қызығын сен көріп балдардың арасында үлкен бәйтерек болып отыр, ақылшысың, дәрежеден қалмайсың. Сол енді мына пішпетулерге құтты болсын. Балдар үлкен сайқалы, саналы азамат болсын ақылды. Қандай адамды мамандығы есі болса да адам есілі мол, жақсы балдар болып өссін. Той қаласын. Енді бүгінна халықаралық әйелдер күні қыздар қыз келіншектер мерекелері құтты болсын. Жылдан жылға мерекеге аман жетіңдер. Әмин. Бұндайға жеткен де бар, жетпеген де бар. Ертіш болсын, бай болын, бар болын, жақсы күндерде келесін, той қаласын. Ой, рахмет, бәрекелді, тамаша. Ал, кішкене танысылайықшы ма артында тұрғандар. Ассалаумағалейкум тойшығайым. Құтты болсын тойларың. Құтты болғай 8 март Наурыз. Ассалаумағалейкум ару қыздарым. Гүлдей әсет құлпырған қыздар жарым. 8 Наурыз құтты болсын. Қабыл етіп алыңыздар.
құттықтаусыз сетіңіз мен ұнатпай, жай сөзім ең қымбат атымдаймын, ақпан ұрпақ мен қатпайдың ұрысын мен ұнатпай, сөзім өлең сөзге қылыштай жақындаймын. Әйел қыздар таусылмас әндеріңіз, әйел қыздар құт берекелі арымыз, әйел қыздар өмір мәні сәнісіз, әйел қыздар не болды? Әйел қыздар әйел қыздарды барлық халықаралық әйел қыздар мерекесімен құтты болсын деп құттықтап жатыр ағайындар. Аналарымыз, аруларымыз, жеңгелеріміз, апаларымыз және де қыздарымызға бүгінгі мерекелеріңіз құтты болса. Не деген бейіт Құдай ай. Молодец, үлгендер тілектерің қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын. Ай, кішкене тынышталайық шында халқым. Мына артында кішкентай балаларды шығарайық болмаса. Неге шулап отыр? Әке, президент ағама өлеңдетіп айтқан тойдан тауықтай аға келіңіз. Мынау сізге жайнамас. Құдай қаласа, ана мұрттың асты қосып сақал өсіріңіз. Құтты болсын. Молодец. Тынышталайық. Әрбір кісі тілек айтқанда тойдың өзі дәстүрі бар, сөйлейтін жері бар. Мына үлкендеріміз тілек айтқанда тыңдайтын жері бар. Содан кейін билейтін жері бар, секіріп ән салатын жері бар. Сондықтан сол дәстүрді ұстап отырсақ, барлығымыз мына тойдың әдемі болуына атсалысамыз. Кішкене тынышталайық. Мына мені сыйламасаңдар да, тойдың иесі анамыз бен қазиді сыйламасаңдар да, алдарында тұрған үлкендерді сыйламасаңдар да, хотя бы адам деген атамыз сыйлап отырайық ағайындар, кішкене тынышталайық. Біреудің шырқын бұзуға келген жоқпыз, біреуді сынап келген жоқпыз. Барлығымыз осы тойда шын қуанып келдік, құттықтап келдік. Сондықтан да көптен күткен мына кісілердің қуанышын шырқын бұзбайық ағайындар. Сөйлегенде бір адам тыныш тұрайық. Ал сөйлетесек тойдың кесі қасымызға алып. Орнымызға жайғасайық, үлкендер сел орнымызға. Ал енді бүгінгі қуанышымызды ақ-бата тілекпен ашып берген үлкендеріміздің Алла тілеулерін берсін, тілектеріңіз қабыл болсын деп, мынау алдымызда тұрған барлығымыздың да шалқып жүргеніміз, әдемі киініп осындай дәрежеге жетуіміз бірінші Алла, екінші ата-анамыздың арқасы. Сондықтан да сол тілегінмен бүгінгі кешімізді ашып беріп жатқан ата-анамыз аман болсын деп, ата-ананың құрметіне, әкелеріміздің құрметіне жақсы бір ән болсын. Сол әнді орындайтын Жадыра Өсербайқызы және де Қазіретәли Қазиұлына дуғыл шапалақтарыңыз болсын. Ортаға шығып билесеңіздер болады ғой. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демедің, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар дауым, жан әке қасымда сіз барда, арайлы
Қасиеттиеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құныма ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елді жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сіздей ақ болғаным. Әрқашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Әрқашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Жадыра Өсербайымызға және де Қазірет Али Қазидың ұлы. Қошеметтеріңіз. Тойдың иесі анамыз қайда? Келіңіз. Қази қайда? Қази. Тойдың иелеріне деген туғы шапалақ бар ма? Дұрыс емес. Негізі бөтен адам кіріп кеткен жоқ па? Бәрін танисыз ба? Барлығы сізді тани ма? Неғып шақада ұрмайды онда? Әлде настроение жоқ білген. Көңіл күйді көтеру үшін ең алдымен кімде болу керек той көңіл күй? Тойдың иесінде болу керек. Үйдің иесіне бір адам келсе, бір адам қонаққа келсе де үйдің иесіне қарай. Күліп қарсы алсаң күліп отырады, қабағыңды түйіп қарсы алсаң келген қонақ емін-еркін отырады. Сонымен қатар, тойдың да әдемі болуы ең бірінші сіздерге байланысты. Настроениеңіз қалай? Жақсы. Жақсы дейді, шапалақ бар ма? Қаттырақ айтпасаң дұрыс естіп жатқан жоқ бұл кісілер. Қош келдіңіздер деші. Қош келдіңіздер қонақтар. Мына жақта шапалақ орындап тұр. Қош келдіңіздер! Анамыздың дауысын естіп жатсыңдар ма? Давай бәріміз бірге қаттырақ шапалақ ұрайық. Сіз бұлай тұрыңыз. Қази кел. Қази. Қазиның настроениесін көрейік. Қазиді танитындар шапалақ ұрыңдар. Танымайтындар шапалақ ұрып жатқан жоқ әдеттен. Настроение қалай? Тамаша. Тамаша? Тамаша емессің, тоның халық қарап отыр, бетіңе не айтады екен. Қош келдіңіздер! Айқайыңыз. Қош келдіңіздер! Стоп, дұрыс емес. Бір еркек құсап айқайлас. Қош келдіңіздер! Қош келдіңіздер! Рахмет. Жалпы үйде кім еркек? Анамыз, енді әкеміз жоқ. Кім еркек үйде? Үйде кім билейді? Анамыз жоқ кезде, екеуіміздің араңызда. Шынара екеуіміздің араңызда. Кім билейді үйде? Айта алмаймын. Тормыз. Мысалға
әкем бар да үйде. Аллаға шүкір әкем билейді. Мен ағам бар, ағам билейді үйде. Ағам еркек. Апам бар, Құдайға шүкір апам билейді. Үйде мен еркекпін, бірақ Құдайға шүкір мен билеймін үйде. Мынау білмейді кім? Үйде кім еркек? Мен билемеймін басқа. Үйде кім билейді? Ойбай, үйде кім еркек? Мен? Дұрыстап айтшы, үйде кім еркек? Мен. Үйде кім билейді? Мен. Абай білмейді, шыбер. Кім еркек үйде? Қази. Кім билейді үйде? Қази. Қази білмейді, жүр. Қази, абай. Дұрыстап билей алмайды екен, үйде кім еркек? Мен бұл. Үйде кім билейді? Қази. Қази білмейді. Молодец. Қази қалай биледі? Күшті. Қази дұрыс билеген жоқ, көрініп тұр, әр жерде тарсиппедей шапалақ ұрып жатсыңдар. Қазір бидің көкесін көресіңдер. Аллаға шүкір, бұл өмір бір кездері жас секілді, бұл өмір бір кездері күз секілді. Алдарында осындай туған күнін жасап жатқан орынша анамыздың өзі ұдас төбелесін бүгін алған қыз секілді. Қалай шапалақ ұрмайсыңдар? Бейші. Bir priz әкеліп, bir priz әкеліп. Сразу екеуін әкеліп. Рахмет. Қазір мына сыйлықты аласыз да, мама. Мына сыйлықты аласыз. Осыны ала берші. Сіз билеп, мына команда сіздің командаңыз. Мына жақ. Сол қанат. Падеш береміз ба? Қазір осы қонақтардың ішінде шынымен қуанып келіп отыр мына тойға. Кім шынымен сыйлап келіп отыр? Кім көңілді отыр? Сол қонаққа бересіз. Сразу айтайын, коррупцияға жол жоқ. Анау құдағайым еді, мынау төрткілім еді, ойбай. Мынау жаңа абысын үмет деген жоқ, сразу айтайын. Ішінде көңілді отырған қонаққа бересіз. Сонымен қоса, мына келіп отқан қонақтардың да көңіл күйін көреміз. Падешкі бар ма? Ал алдарыңызда бидің төмен түсіретін орынша анамызға падешкі қайда? Қайда барасыз? Сіз қайда барасыз? Қайда шығып келем? Ойбай, той басталмады, сендер қайда барасыздар? Адамдар енді келіп атмансыз, сіздер қайда барасыздар? Молодец, мамамыз қалай келеді? Кім күшті келеді, мама? Қайсысы, кімге бересіз? Кім күшті келеді? Қараш дұрыстап. Кім күшті келеді? Ешкім ренжімейді, біреуі деп бер, қайсысы мықты келеді? Нәрсе бәрі отырды, мына кісі неғып отырмай тұр десем я. Құтты болсын, анамызға болған соба! Ал, мына 10 қанатта падешкі бар ма? Рахмет. Бұл жерде құда-құдағай көрші бар, коллектив
Сейіт бар, Құрдас бар, және де Тумалас мен ауылдастарымыз бар, алдарыңызда Қази мен кел, Шынарай, екеуіне поддержка бар ма? Қази, билей бер демен, бағанғыр, мына жерде бар ғой, мына оң қанаттың жартысы сені сыйлап келіп отыр, сені танитындар. Дұрыс па? Коллектив Құрдас қайда? Міне, өзің билемесең, мына той қонақтары тойдың соңына дейін билемей кетеді. Сондықтан да ең бірінші тойдың әдемі өтуі өзіңе байланысты. Алдарыңызда Қази мен Шынарайға поддержка кетті. Не болды? Не істеп жүрсің? Просто еріп жүретін адамсың қомшының баласындай. Ай, бір алдына шығып билесең бір достар. Мынаның бәрі саған айқайламады. Кімге айқайламасын? Қазиға ма? Көрдің ба? Давай, алдарыңызда Қази, артында Шынарай. Жібер биді. Қолы көтер Қази. Жібер. Көйді. Алдында жүрсе де артына қарай беретін нағыз. Молодец. Қалай биледі? Күшті. Мамамыз қалай биледі? Мамамыздың биі күшті. Бетейік, бәріміз оң қолды көтерейік. Сол қолды қоса көтерейік. Кімдеген көтермейді, соның қолды қысырттық. Көтерілді. Барлығымыз бірдей. Той құтты болса! Шаттықта, естендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлықта. Молодец. Мынау сыйлықты кімге бересің, Қази? Кім күшті билеп, айтшы? Кім поддержканы мықты береді саған, айтшы? Күйшігіне қарай бердіңіз, өзің билең бар ғой, қарашы біреуге. Кім мықты билер, кімге бересің? Кім? Есі-аузы қылым айтшы бірдеңе. Біреуін айтшы, любой, кімге берің кетті? Жамал, кім ол? Кластас. Рахмет. Шынарай, кел. Сен кімге береді? Ұжымдастарым күшті поддержка. Рахмет, Қази кел. Өзі бір сыйлық. Нұржамалға бересің ба, ұжымдасқа бересің ба? Қайсысы? Екеуіне бөліп бір. Өзі бір-ақ бірейсің, қаяғына бересің. Тыныш жоқ, бермем. Өзі бір-ек кетші. Ай, кімге бересің? Коллективке ма? Нұржамалға кластасқа ма? Кластасқа. Сен кімге бересің? Қази не айтады сонда? Құдай, есі табай деп. Молодец. Рахмет, жайла құшақта. Кластас, жайла. Келіншек бар, мама бар. Ойнамайда, молодец. Көңілге қалай? Дәл осындай настроение әрқашанда езулерін бүлгілі кетпесін. Дәл осындай қошеметпен ортаға мен Ақтілекке шақырайын. Нағашыларымыз бар. Сұлулы жердің қасиеті ағашында, шөлді жердің қасиеті жағасында, жігіттің де қыздың да жақсы болуы, ол әрине нағашыдан. Ендеше ортаға барлық мен нағашымын дегендері болса, баша балдыздары болса, билеп ортаға шақырайық. Келіңіздер. Барлық нағашылар.
кетіңіз, жер тойы болсын. Әумин ата, айтқаныз келсін. Апамыз, әжеміз. Құрметті тойшы қауым, Ақпан ауылы, 10-шы қази мына беріп атқан тойлары құтты болсын, 10-шы апышасын құтты болсын. Қазишына беріп атқан мерекелерін балдарының той құтты болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Ұзақ қысықтан жүрегі, 10-шы денің сау болсын. Балдарының қысықтан немерелерімен жүрегі денің сау болсын. Құдағы ағай, шынарынан асқабас, сіздерге құтты болсын. Балдар бақытты болсын, дені сау болсын. Тек осы барша беріп атқан тойшы қауымға осындай той берсін, той тілеймін. Рахмет. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Немереніздің түсінікті болсын. Алдарыңызға үлкен жүректі өсіңіз, үлкен көңіліңіз, мезеттерінде құтты болсын, әйет қыздар мерекесі. Амал мерекесі құтты болсын жолыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум тойшы қауымдар. Жақсылықтар айтылады, текін бір қауым болсын. Оның бұл жасымыз құтты болсын. Алланың берген жасымызы күннің бағдарының қызымыздықты жүре беріңіз болған бағдар. Құлағының көңілінің өзіңіз көріп, қази күйі олар сынырай қызым. Мүшелерінің үстінде тойда құтты болсын. Сол алдарыңызды шақырылып, жыл бойына жүре берсін. Рахмет. Сол тойларын той қауласа берсін. Әжелеріміз, апаларымыздың 8 жылы әйелдер қыздар күндері құтты болсын бәрі. Сол шашамыз, сол жылдан жылға сол аман-есен аман сол. Сол жетіп жүре беріңіз. Алда келатқан оразаларымызда қабыл болсын. Рахмет. Рахмет, айтқаныз келсін. Құрметті тойшы қауым, тойлар құтты болсын, оң болсын. 10-шы жасым құтты болсын, мына өздерінің қатындар немерелерінің құтты болсын, осылардың қызықтап жүре береді. Денсаулық болсын, қази тойларын құтты болсын бәрін. Бақытты болсын. Әумин. Апаларымыз нағашы. Кім бар айтады? Жезде айтты ғой, жезде емес па? 10-шы жасың құтты болсын. Қази келін мерекелеріңіз оң болсын. Осы өздері атқан қыздарды қызығын көріңіз. 10-шы айына қарайын олардың қызығын көріп жасайды. Аман жүрдік. Мына мерекелерді құтты болсын бәріне. Апарсын біледі, құнадорыстың қызығын. Рахмет апа. Тағы да бар, тағы. Екеуміз бір жағынан, бөлеміз бір жағынан сіңілім. Кіммен? Бөле? Бөлемін. Мына нағашы апарсын менің шешем. Молодец. Оған бөлеміз әрі сіңілім. Күшті. Молодец. Бақытты болсын тек той бола берсін. Ісі жалғас той бола берсін. Әмин бөле айтқаныз келсін.
Айтасың? Аха. Amin. Rahmet. Ата-ана тойларың құтты болсын, жасыңда құтты болсын. Мына жиендер тойларың тола берсін, тойларың тойға аласың. Келсек тойға келейік ауылдарыңа. Жиендер өсе берсін, бeye берсін, солар қыстарын көріп жүре берін. Тамаша. Кім? Болды деймін. Айтып. Iya. Artisler Kuşkom, Sanatman Aldım, Gülce Toplu'dan tuttu olsun. Kıraray, Raziş Maria Erlay, Bana Bülgör, bir Toplu'dan tuttu olsun, Candan olsun. Kıraray bana vereceğiz, tuttu olsun, alkısıyın, korkusuydu var. Eli şarkısın, uslayım olup, akademi olup, jüri ver. Baldarımın kızım olur, oldu yaga kızılı yaga kutlu jatırsın. Yeniden yemelerinde sondayım. Onun yaga kızım yaga kondurup, nemeri olur, şöberi olur, şöpşük var. Şalımın görmeyen, kudanın görmeyen kızımına kadar türü verin. Yapıtlıklaşız. Bizi aynalar şunlara, jandarmına verecek kontrol kutlu olsun, uzağından olsun. Olsa baldarımın kızını kısıtap, jürebenler olsun, epeyden jaracağız bu. Bugün ayımızdan merkezde bәрімізге kutlu olsun. Тем осы отбасына келсек тойға келейік, біздер соны уақыттаудан той-тойға жалғаса берсін. Тілекші барлығы тектен бәріне қосыламын. Тамаша. Қосылам деп біраз айтып тұрсаңыз апа. Бәрінің айтып жатқан бір тілек. Бәрінің келген ойы бір, ниеті бір дұрса, бөтен жаман оймен келген ешкім жоқ, Аллаға шүкір. Барлығының ойы бір, сондықтан да ішімізден іріктеліп сөйлейік үлкендеріміз. Қалғандарымыз билейік сосын. Құрметті Ақпан ауылына тойларымыз құтты болсын, Құдай жасыңыз құтты болсын деген жасыңыз. Жастан жасқа аман соң Алланың берген жасын жасап, ұл-қыздарының немерелерінің арасында тек шалқып жүре беріңіз. Әрлі уақыттан деніңіз сау болсын. Қазір шынарайына әдералды беріп атырған тойларыңыз оң болсын, сүндет тойларын, аллардың қызықтарын көре беріңдер. Тек осы мамаларыңызды алдыңызға алып, шалқып жүре беріңдер, өмір сүре беріңдер. Денсаулықтары мықты болсын, тойларын тойға жалғаса берсін, тойларын көп болсын. Аппақ бөлем менің, бұл өмірің құтты болсын. Жасына жас болсын да, жас емен келін сіздердің де балаларыңызды сүндет тойы құтты болсын. Сол анаңды аялап, сол қызықтап жүре берің анаңмен бірге. Тойыңыз той боласын, Ақпан ауылы. Рахмет. Кім? Айтпаса қиындымаш. Міне жаңа екі балама бір жылқы бар екен десең, соны қатарғысым келеді. Жылқы? Ой, молодец, тойыңызға молодец, тойларыңызға қайсы сесия батарыңыз келейік. Нағасылар, жиен бөлелер де жүрушілер, баса балысар. Ой, бәрекелді. Молодец. Алып келген сый-сияпаттарыңыз тойларыңызға қайтсын. Базарда маталатын өзі, бәрекелді. Қандай керемет. Сіздерді шағыраттарыңызда той болсын, барлығын шақыртып сөйлеткен сүйгенді. Ал башаларға, нағашыларға шақыртып тойдың иесін қасымызға алайық. Қараймыз, мына балаға қараймыз. Бір, екі, ана артында тұрған бой қысқалардың ижасын бар деймін, алда шығып қоймай. Екі, күліп тұрайық. Ешкім жетіс жүрген жоқ, күліп тұрыңдар нағашылар. Үш, ал кеттік. Нағашылардың құрметіне барлықтарыңызды ортаға биге шақырайық. Қайдасыздар, ай нағашылар. Көрдімде бірден алғыр екі көндірен. Сұмдық қоймада ие. Орам сен қасуя. Шаштар келген қарағыздар.
Осы дайынға жүгіріп. Ай, рахмет, молодец. Тамаша. Сыртта жүргендер болса, сыйлығын жайғасып сұрайық. Келіңіздер. Жайғасайық. Тамаша би, тамаша көңіл күй. Құрметті ағайын, бүгінгі қуанышты той, әрине Бөкежан Тірәулеті анамызға 60 жасы құтты болсын деп, балдарымызға сүндет той, немерелерімізге ата-анаға міндет той деп, керемет қазақтың салт дәстүрі бойынша дүбірлі тойын жасап, ағай туыстың басын қосып жатыр. Барлығы да оң болсын, әрбір шаңыраққа жүрісті болсын дейді. Адам баласы өмірге келгесін үйлену, өсу, оқу, үйленгеннен кейін отбасын бағу, өліп өсу, жалпы айтқанда бұл өмірдің тіршілігі. Кейбіреу 12 мүшесі сау болса да жұмыссыз үйде жатады. Келіншегінің баққанын тапқанын ішіп жататындар бар. Сондықтан да бұл өмірде неше түрлі адам бар. Аллаға шүкір, қазір алдарыңызға керемет әнші Жаңаөзен Маңғыстауға белгілі Мақсат Шегенұлдарыңыз шақырай. Бұл кісі әрине дәл осындай қалпы болса да Аллаға шүкір балашаға деп жүгіріп қалпынып жүрген бір қошемет тұрып қояйық. Өзі әнші, өзі ақын, өзі жазушы, өзі композитор. Бұл кісіге бергендеріңізді Алла еселеп қайтарсын.
Бәрекелді, керемет мақсат шеген болдарыңыз, бергендеріңізді Алла тағалам еселеп қайтарсын. Шаңырақтарыңызда той болсын. Ал енді келген қонақтарға деп арнайы той иесінің дайындаған сый-сияпаттары бар. Бұл кісі әрине бұл сыйлықтың бағасында емес, бұның ішінде, сыйлықтың ішінде той иелерінің үлкен ғана көңілі бар. Мына той сіздерге де жұғысты болсын деген ниетпен. Ендеше бұл сыйлықты алу үшін әдеттегі өзіміз тойда көріп жүргендей бірінші ән жасыру ойыны болсын. Әнді біз жасырамыз, кім табады, қолын көтеріп менің қасыма келеді, сол әнді көпілет немесе қайырмасын орындап беру керек. Білетін адам, сразу айтайын, білмейтін адам қол көтермеңіздер, дауысым онша емес, сөзім білмейін дегендер. Білетін адам қол көтеріп менің қасыма келсін. Дайынбыз ба? Ендеше кеттік. Бірінші ән. О, апа, келіңіз. Кім боласыз? Құдағайымның соғылы. Қыз берген? Иә. Қыз алған? Қыз берген. Атыңыз кім? Қамқа. Қамқа, қышта деген. Қандай ән? Ұмытып қалдың ба? Болсақтағы мен сол. Не алдың? Айтайын ба? Айт. Болсақтағы жаңа тамыз, жүрсек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыққа. Қыз қайда? Болды ма? Самал бұлақ Самал бұлақ тұлғандырған айдың шалқар көл беті. Тұлғандырған сенің жарқын келіп едің. Күшті, молодец, қандай керемет. Әше күшті, дауысыңыз қандай? Өнерге қатысыңыз бар ау дейм, ән айтасыз ба? Күшті, молодец, дауысыңыз қандай керемет. Апа, мына ұстаңыз, мынау сізге тойдан тобықтай, мынау құдағай, молодец. Сұрақ берейін, оңай қиын. Оңай үй жануары, есік алдында жүреді. Екі әріппен тұрады, бірінші үй, екінші тап. Не ол? Ит. Не деген тапқырлық құдайы? Молодец, апа, құдағай, дауысыңыз күшті бар ма? Вообще ойлаған жоқ, мынандай дауысы бар деп сізде бар ма? Не деген дауыс күшті, молодец, риза болып отырмын бар ма? Апа, сіз мына дауыспен қор болып жүрсіз. Қатыспадыңыз ба, күреске ма, бокске ма? Молодец. Келесі ән. О, кел, брат. Кел. Аға, кесіңізші. Жоқ па не бірдеңе? Есіміз ба? Қарланбай. Қарланбай, Ахметті сіз ба? Ұстасан шынлар? Қарланбай, кім болар саға? Құда. Бәсен қыз берген бес ба? Бәсен қыз берген бада бүйтіптір екі ол артта. Қыз берген бада, молодец. Ән, қандай ән? Айтсыңшы, қандай? Әкеме, дұрыс кеттік. Орындай. Жас едім, өмірдем ойламаған. Күн ертең
Ödülет var. Şarıkta ketsin dağı, kanat kağıp, өзің ойбаған нәрсін садик баласы үйретіп қандай болдың құда молодец тойдан толықпай құда кетіп қалма құда сен құдасың қыз берген құда мә құда тұрсаңшы сұрақ қояйын қазір құда мә құда ұста құда алсайшы қыз берген құданы сыйлаймыз ба иә ол соғып қояйық иә мә құда ал берген кезде алшы құда мә алшы не болды іштен біреу таңда деп ат просто құда сұрақ оңай кейін бәрібір 12 жастан асқан түйені қандай түйе деймін тоқтасқан дұрыс емес құда 12 жастан асқан түйені 13 жастағы түйе дейді отырыңыз тоқтасқан құда Келесі ән. От, келіңіз, қырас бол. Azar, kader seni yazar, böyle gitmez olalar, beni aşkla düşman et. Кім боласыз? Ұжымдас кімнің? Шанардың? Молодец, атыңызым? Тілектес. Қандай ән? Ал? Тағы бір ой, не үшін шықтың? Тағы бір ой деген несі бұл келі бар? Қайдан қойшы? Қандай ән? Анама орында. Бәтес беріп отырайын. Сенбеген ойбай, мынаны айтып ал, сен айтып тұрған жоқсың ғой? Гүлін жинадың сен маған, әлем өзгеміздің саяу қошағың мен үшін есейіп не деген дауыс, не деген ән мынау, не деген орындау деп коллектив процесс қайда? Молодец. Сізге мынау құтты болсын. Сұрақ. Оңай, қиын. Оңай, үй жануары. Үй жануары. Ау? Айтып алайыншы, сұратшы. Үй жануары. Қорада жүреді. Шөп жейді. Су ішеді. Шабат. Не болды? Ат, ешақ болды. Отырыңыз. Молодец, бізден сеніп отырайық. Келесі ән. Кім біледі? Қол көтеріңізді. О, апа, қызыл жакет. Атыңыз не? Тамара, кім боласыз? Ал, жақынсыздан? Кімге? Осы тойге баққан апшақтар берген. Молодец, алысың, молодец. Қандай ән? Ойбай, етіп шашын қалдыңыз ба? Алып жөнелдің, қайтадан ойын.
спонсор боласың. Алқысым. Жеңге молодец. Тойдан тобықтай сізге. Жеңеше, любой біреуін алыңызшы. Алқысың, рахмет. Қайсыса? Алсаңшы енді. О, рахмет, молодец. Сұрақ жоқ, сізге отыра беріңіз. Үлкен кісі шаршатқан сұрақ қоймайын. Келесі ән. Кім біледі? О, бірақ кел. Bakın mağın etsin de tuttuk ya. Bilirsin işte müzik uyumadım. Hoş geldin. Rahmet. Atın kim? Kim bulasın? Kazin bölesi. Kazin bölesi. O böleler kayda. İşte rahmet. Kazin bölesi. Orhan kanday en. Dostlar var. Dostlar dürüst. Malades. Kettik orundayım. Bir koyuyoruz. Kayıttan bir koy. Kayıttan bir koy. Dostlar жүрсін қайда білгені ғой жанымыз еске алысып осындайда келші қайық бәріміз еске алысып осындайда келші қайық бәріміз. Ай, молодец, красавчик. Böyle iş қинабай келген жоқ па сені? Жоқ. Еш қорқып келген жоқ па? Жоқ. Ұялып тұрсың ба? Қайтып бір көзің қамасында қалдырып тұрсың ба оған сен? Бөлігі бір болса болыңыздар. Бөлігі мынау күшті орындарын сұрақ білейін. Оңай қиын. Оңай. Айдалада ағота осының жоғатау жұмыртқа. Ол не? Жұмыртқа? Айдалада ағота осының жоғатау жұмыртқа. Ол не? Жұмыртқа? Шымбақ ол отырш. На, любой таңдаш бөлем. Любой. Оған түспе. Любой бөлем. Келесі ән «Ано» деген ән. Ол қандай ән? «Ано» деген ән қандай ән? Жеңгелеріміз, аруларымыз бар ма? Келіңіз. Рахмет. Не, орамал сақипсың, күшті бар. Жынтырап тұр кәдімгі. 8 марта лайық. Кім боласыз? Келіні. Кімнің? Осы ауылдың келіні. Молодец. Микрофон ұстаңыз өзіңізге. Атыңыз кім? Айгүл. Айгүл. Молодец, келін. Жаңағы «Ало» деген ән қандай? Ерке Есмахан. Ало. О, дұрыс. Ерке Есмаханмен кім айтады? Өшімсе Ерке Есмахан боласын. Мен райым құдай шапырсын. Ерке Төреғали боламын. Бірге айтайын, я? Бірге. «Ало» деп бастаймыз ғой. «Ало». Күдік барсыз кішкене. Күдік звондайықшы. Sen «Alo» деп бір әрі айтайықшы. Әрі қарай мен айтам, содан кезде айтасың. «Ало». «Ало». Бұл кім? Кімді іздедің деп сен мен бұл кімді мен айтам ба? Бұлчыш. «Ало». Бұл кім? Кімді іздедің? Таныдың ба? Жұлдыз дедің. Я сенің жұлдызыңнан санаспаған сырды іздедім. Кешіріңіз. Кім едіңіз деп айтсайшы ары қарай. Құдай-ай, Құдай-ай. Мә, отыршы мә. Анау үйретіп тұр, соның өзінде айта алмай тұр. Басайын алып қалып, микрофон әне қойыңыз. Сұрақ, бір сұрақ берейін.
кім табады менің қасыма? Әлемде, рахмет. Әлемде ең керемет ас бар. Дүние жүзінде әлемде ең керемет ас бар. Ол піспейтін, қазанға еш түспейтін, әрине сойылмайтын, дастарханға қойылмайтын ең керемет ас қандай? Апа кел, апа, көк көйлек кел жібер. Тым қимылдамайды ғой. Атыңыз кім? Кім боласыз? Осы ауылдың келіні, молодец. Әлемде ешқашан піспейтін, қазанға еш түспейтін, дастарханға қойылмайтын, әрине сойылмайтын, ол қандай? Ананың әппақ сүті. Қошеметтеріңіз, молодец. Мына сөзге күшті сұрақ, қосымша сұрақ берем, тапсаң аласың, таппасаң отырасың. Қосымша сұрақ. Қазақстанда ертеде хандық заманның кезінде ең үлкен бас киімді кім киген? Қазақстанда ертеде хандық заманның кезінде ең үлкен бас киімді кім киген? Хандар. Басы үлкен адам киген, отырмыз. Хандар киген. Молодец, қошеметтеріңіз ағайындар. Рахмет. Қази қайда, қази. Кел. Қазиға шағалақ бар ма? Рахмет. Молодец. Үйде кім еркек? Кім еркек? Үйде кім билейді? Тұрмыз, отыр қарайын. Молодец. Ақ тілекке шақырайын, құрметті ағайын, әрі қарайын. Бүгінгі тойда қыз берсең де құдасың, қыз алсаң да құдасың. Құдаларды сыйласаң, 1000 жыл бойы тұрасың дейді. Сонымен болса, құданы да көршінде Құдайдың өзі қосқан. Өзі қосқан Құдайдың бұлауымен сынаймын, үйіме қонақ келгенде ыдыс-аяқ сұраймын. Кіріп жүріп жолшыбай жүретін қалсырай, алыстағы ағайыннан жақын болған көршімай. Ендеше ортаға аса болқасына құда құлағайлармен көршілер би